Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құмар Ақсақалов басқарып отырған Қостанайдағы жағдай көңіл көншітпейді. Облыс қазақыланбаған күйде қалып отыр. Теріскейде адам азайып жатыр деген Тоқаевтың құрылтайдағы сөзінен кейін кейбір аймақ басшылары дереу орнынан кетуі тиіс еді. Қазақстан үшін ең қауіпті сценарий солтүстіктің біртіндеп босап, болашақта саяси дағдарыс аймағына айналуы. Қарапайым тілмен айтсақ, бос жерге көз тігетіндер қашанда табылады. Ақсақаловтың әкім ретіндегі стратегиялық біліксіздігі осы қауіпті күн санап жақындату үстінде. Кейінгі кезде оңтүстіктен солтүстікке көшкен қауымның өкпе реніші мен арыз шағымы жиілеп кетті. Аймақ басшылығы өңірге орныққысы келетін қазақ тілді қауымға қолайлы орта құрудың тетігін әзірлемегенін, тіпті мүлде түйсіне алмай отырғанын байқайсыз. Ақсақаловтың командасы қазақтардың аймаққа не үшін көшіп жатқанында ұқпайтын тәрізді. Көші-қонға келгенде Қостанай көп өңірден қалыс тұр. Осы тұрғыдан қалғанда Тоқаевтың солтүстікті сақтаңдар деп дабыл қағуы Ақсақалов әкімдігіне берілген нақты саяси баға. Ақсақаловтың ең үлкен қателігі теріскейдің ұлттық қауіпсіздіктің бір компоненті екенін түсінбеуінде жатыр. Қостанай әлі күнге дейін өз ішінен мәдени, тілдік тұрғыдан толыққанды қазақы аймақ болып қалыптасқан жоқ. Қостанайды қазақтандыруды кейбіреу құдды бір этникалық тазарту, не болмаса бір жақты қазақтарға басымдық беру деп түсінеді. Шын мәнінде бұл мемлекеттің өз іргесін бекіту, ел тұтастығын нығайту үшін жасалатын заңды әрекеті. Өкінішке қарай бұл мақсатта жұмсалуы тиіс қаржының қайда қалай кетіп жатқаны сіз бен бізге белгісіз. Қостанайдың елсізденуі Ақсақаловты аса қатты мазаламайтын тәрізді. Бәлкім жақында Құмар Ақсақалов қызметінен кетіп, орнына лайықты басшы тағайындалып, солтүстікті сақтаңдар деген Тоқаевтың ескертуін дұрыс түсінетін адам келер.